Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ганфан дайындаймыз. Бұл ерекше дәмді пісіру үшін бізге сиырдың еті, сәбіз, бұрыш, редька, пияз, қызанақ, специялар, гарнирге күріш керек болады, соевый соус, томат, барлығын описанияға жазып қоямын. Алдымен сиырдың етін жұқалап, ұзынша етіп турап, крахмал, соевый соус, майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жуылған күрішімізге сұйық май кішкене және де сарғыштау түс беру үшін куркума қосып араластырамыз. Қызып тұрған майға осылай күрішімізді салып қуырып аламыз. Қайнаған су құямыз, кішкене араластырып, тұз сеуіп кішкене. Осы күріштің бетіне пергамент қағазын жауып, қақпағын жауып, жай отта пісіреміз. Енді қазанымызға майды қыздырып, жаңағы етімізді қуырамыз жақсылап. Мінекей суы таусылды. Енді пиязды қосып қуырамыз. Келесі кезекте редька мен сәбізді қостым. Қыздар сәбізді өте көп піседі, сондықтан оны жұқалап тураған дұрыс. Мінекей мына жерде менің күрішім дайын болды, суы тартылды. Ақырын отта пісірдім. Енді томат пен қызанағымызды қосамыз. Менде қатырылған қызанақ, кішкене суы шықты. Қуырғаннан кейін бұрышты қосамыз. Енді специяларды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Иісі өте керемет болып шығады. Мінекей осындай өзінің суы шығады. Немесе кішкене су қоссаңыздар да болады. Дайын болған подливамызға мінекей аскөк қостым, укроп, қалаған зеленді қосуға болады. Енді тарелкамызға май жағып алдым. Осылай күрішті толтырып саламыз. Енді екінші тарелкамызға осылай түсіреміз. Тадам! Енді подливасын шетіне құйып шығамыз. Мен ортаға осылай қоямын, ал сіздер қалауларыңызша әркімге де салып берсеңіздер болады. Менің парақшама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Міндетті түрде отбасыңызға дайындап беріңіз. Ас болсын.